Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың тергеумен ерікті ынтымақтастығы аясында оның мүлкін мемлекет кірісіне қайтару шараларын қабылдауда. Қаражанбас Северный кен орны мемлекет меншігіне өтті. Оның өндірістік параметрлері құны 35,4 миллиард теңге болатын 2,6 миллион тонна мұнай және 13,2 миллион текше метр газ бар 143 ұңғыма. Боранбаев сондай-ақ тауарлық газы тасымалдаумен және сатумен айналысатын Азия Газ Чунжа газ таратушы компаниясын мемлекет меншігіне берді. Компанияның нарықтық құны 14 миллиард теңгеге жуық, сонымен қатар құны 9 миллиард теңге болатын сервисный центр Казтурборемонт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнай газ жабдықтарын өндіру және жөндеу зауыты мемлекет меншігіне өтеді. Кәсіпорын жұмысшыларының саны 740 адамды құрайды. Бұл нысандардың барлығы мемлекет пайдасына өтеді. Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен, оның ішінде шетелден алынған активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыруда.